Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Ассалаумағалейкум, жолаушының әр қадамына, әр сәрсенбінің сәтінде жайылған өнер дастарханына зер салып келе жатқан экран алдындағы қымбатты туыстар. Мінекей сүйікті жолаушыларыңыз бүгін мынау таңжарықтай ақынды әшімдей көшінен туған дүрия дала, келбетті жер, мынау кер мөлкі Көнес ауданына келіп жатқан жайы бар. Біз Көнес ауданына келген кезімізде мынау Көнес ауданының іргелі ауылдарының бірі Түрген ауылында егінші малшылардың дәстүрлі ат үсті ойындарының мерекесі өтіп жатыпты. Ал енді қазақ ат үсті әулие дейтін халықпыз. Осындағы ат өнерлері қандай болады, бүгінгі қимыл қалай жүріледі, назарларыңыз тағы да бізде болсын. Ал енді Түрген ауылының жалпы жағдайын, сондай-ақ бүгінгі өтетін қимылдың мазмұнын ауыл бастығы қысқаша таныстыра кетсін. Ауылымыз Көнес ауданының шығыс солтүстігінде орналасқан, 13.000 жан саны бар, 200 шаршы километр келетін жер аумағы бар, егін мал шаруашылығын негіз ететін ауылдардың бірі. Енді Қойнауында темір рудасы біршама мол, сондай-ақ жер жүзінде сирек кезігетін 30.000 мулық табиғи өрік орманы бар. Өлкесітенге толған Күнестің астық қамбасы атанған тары, екпешілігі, палуандар жеттіру базасы сынды ерекшеліктермен дараланған. Енді ауылымыз бұдан сырт ішті бие бағымшылығында аты алыс жақынға біршама танылған ауылдардың бірі. Сонау 2005 жылдан бастап ауылымызда ішті бие бағымшылығы қолға алынған. Биылғы 5-ші ұлттар ынтымағы аяғымен бірлестіре отырып, дәстүрлі ат бәйге жабысы, яғни ат үсті ойын нөмірлерін атында бір қимыл оздырып отырмыз. Бұл қимылдардың қамтиды мазмұны көп. Бұлда көкпар беріледі, теңгелу беріледі, бұқа тартыс, одан сырт қол өнер бұйымдар көргізбе қанасы, сиыр сауу жарысы сынды мазмұндармен бірлікте заң түзімдерді үгіттеу жөнінде. Онан кейін осы қимылдар арқылы енді ауылымыздың жетістігін енді сыртта үгіттеу мақсатында осы қимылды оздырып отырмыз. Құрметті көрермен, мынау Түрген ауылында болып жатқан қимылға ауданда көркемөнер үйірмесіне келіп, осындағы әнші күйшілер халыққа тамаша бір ән күйін арнады. Ал енді ауылдың бүгінгі алты ауызының басын мынау халқымыздың белгілі тербиешісі, әнші қызы, өнерпаз қызы Ерлан Мұхатқызына береміз. Таңжарық атамыздың кезінде өткен күн деп айтып кеткен термесін орындағым келіп отыр. Жарайды. Қош айтам разы бол өткен күнім, тәрбие уазда болса өткен күнім. Сенің
ел құшағында туып өсіп жолына адамдықтың жеткен күнім біл алмай қадіріңді балалықпен арманда уақыл өтіп кеткен күнім сездірмей алдап өтіп кеткеніңе саған көп айтатұғын өкпем бүгін қош деуге саған бұрын жарамаппын қауіпсіз дүниеңді лаппын келгенше осыншаға қам қиял жоқ артыма бір бұрылып қарамаппын қатардан халық сыйлап орын беріп үлкенге жас басымды бағалаппын еркімді еркін етіп қолға бермей досқа күлкі дұшпанға табалаппын артымнан 6 жылдай ізгі салып қалайша иттеріңді абалаттың сол үшін арманымды айтқым келіп отырмын аузын ашып алағаттың қайыншаға жайдақ мініп жарысқан күн сазында көк шоқынның алысқан күн өребен ірімшікпен ұрдап сықпа жотада жолдастармен табысқан күн жалаңбас жалаң аяқ далдыл болып ар-ұят ештеңе жоқ намыстан күн шіркіннің арзан қымбат нарқын білмей баласын күйкен тайдың бағысқан күн таласып тайыншаның жүйрігіне жолысып сарғураймен салысқан күн қалыпсың күңгірттеніп көз салғандай көз салып қарап тұрсам алысқан күн ескіріп сөйтіп жүріп ер жеткен күн жүрекке жалын сыймай кернеткен күн молдадан дәріс алып сабақ оқып кеселін жындылықтың емдеткен күн аң қуып құс салатын елгілесіп көп сөтіп көктөненді жемдеткен күн шапсаң оймақтай ол жататпай бекерге мінген атты терлеткен күн ой түсіп сұлу жігіт атанбаққа бой түзеп ас үстіні жөндеткен күн аралап сауық бұрып тамашалап ән қосып домбырамен желдеткен күн аралап қазбай қалқып жүрген кезде сұлуға небір аң бел қол жеткен күн шақпының екі жағын жайлаған күн үйреттеп тайғылынды байлаған күн серпінді қызыл тілдің құрметінде ортадан орыныңды сайлаған күн шіркін біздің бастан осы өткен күн қалдырмай көңілдерін дос өткен күн қайырлы есіл елім келешекте қош енді қош аман бол қош өткен күн қайырлы есіл елім келешекте қош енді қош аман бол қош өткен күн қалығаны бүлдіргенді сіздерге салып берейін, қабылдаңыздар. Tойда осылар
жайлаудың тауының биігай немесе күнесай деп мынау туған жерін, туған елін асқақ әнге, отты жырға бөлеген жас талантты өнер адамы Ермұрат Зейіпханұлы да осы күнестің төл тумасы. Арамыздан мезгілсіз аттанған жас талантты Ерағаңды еске ала отырып, Ерағаңның тобылғы жарған әнін осындағы әнші қыздарыңыз Ұлболсын Кенжебай қызының орындауында бірлікте тыңдайық. Тобылғы жарған, тобымда қалған өмірлік арман, тоңама сенің тоқтиған жүзің, қайтемін енді көңілді қалған, тоңама сенің тоқтиған жүзің, қайтемін енді көңілді қалған. Томпиып қырлар жататын мезгіл, тобылғы бүршік аңдатын кез бұл, тоқтама енді тобылғы жарған, жылымсыз күннің келгенін сезіп, тоқтама енді тобылғы жарған, тынымсыз күннің келгенін сезіп. Тобылғы жарған, тобылғы жарған, тобымда қалған өмірлік арман, шығарма енді мені олардан, шығарма енді сені құмардан, шығарма енді мені мұнардан, шығарма енді сені құмардан, шығарма енді сені құмардан. Өзендерді, көлдерді, өзектерді, шөлдерді, жүгірген ұшқан құс, жете алмайтын жерлерді көру үшін аралға асығып Мынау қазыналы халыққа жолалған жолаушы бүгін мынау Түрген ауылынан тағы бір қазақтың бұрынғы мұраларын сақтап отырған және өзі де өнерден құр жаяу емес Әкімаш дейтін ағамыздың барын естіп сәлем беріп жатырмыз. Енді сізде ел көрмеген мынау біздің жолаушы таныстырмаған бір қанша мұра дүние бар деп, әрі өзіңізде тамаша бір өнер бар деп естіп, мінекей ат басын бұрып келіп жатырмыз. Енді экран алдындағы көрерменге осы өзіңіз сақтап отырған дүниелермен таныстыра кетсеңіз. Мал бағу барысында және семьялық бұйымдар тұтыну барысында осы байпақпенен және мынаның аты Шақай. Осы екеуін тұтынып келген. Кигіз байпақ қой. Мынау кигіз байпақ. Ал енді мынаны Шақай дейміз. Бұл
жылқының бас терісінен, болмаса сиырдың пұшпағынан бұл жасалады. Сонда мына жерде тиек деген бір нәрсе бар. Мынаны байлағанда, мына тиектің астынан байлау керек. Тиектің астынан байламаса, мына өкшесі төміз, басы сырғып кетеді. Кигеннен кейін, ең алдымен мынаны тесіп, бұған бұрын кендірді есіп отырып, бұған мына бау тағатынбыз. Бір жағы мына тиектің мына астынан келтіріп байлаймыз. Соның кейін бұны аяқты бұлай таңамыз. Таңғанда мына аяқ балтыр нығыз болып тұрады. Және жылулықты сақтайды бұл. Міне чақай дегеніміз осы, осылай киеміз. Ал енді бұл чақайды кигенде дайым түзіп жерде жүре бермейміз. Біз малшы қазағымыз қайтеді дегенде тауға жүреді, қиябетке жүреді. Сол кезде тарихымыздан қалған мынау адамның тағасы дейді міне. Бұны чақайға тартылады. Бұл адам тағасы. Бұл көне мұра қазақ халқымыздың, бүтін ата-бабамыздан қалған мұра ғой енді бұл. Бұны бұлай аяққа бұлай киеміз міне. Бұлай киіп, сонымен мұна жіпті бұлай айқастырамыз дағы, міне жерден бұлай байлаймыз міне. Міне. Бұлай байлақ қоямыз. Ал мына бетке жүргенде қиябетте таймайды. Тағаның демесін, жазда болсын бұл қиябетте таймайды, адамдар аман есен жүреді бұдан. Қауіп қатерден аман болады. Ал енді бұл таған тартпаса, мына чақайдың өкшесі болмағандықтан бұл тайғыш болады. Сондықтан мына қазақ халқымыз осы тағаны бұрыннан бері тапқырлап, осыны осы чақайға жасаған. Енді өзіңіз жас кезіңізде осындай жаңа тағаны осындай чақай киген үлкендерді, көзқарақты адамдарды көрдіңіз бе? Көрдік. Мен әзір жасым 63-ке келді. Сонда біз санау 50 жылдың алдында мына чақайды біз өзімізде тартқамыз. Өзімізде тарттық. Сол кезде енді пұлдың да жетіспегістік, енді ақшаның. Өнен кейін енді о кезде мына киімдер азырақ шығады. Сондықтан бір үйде біз пәлен жан боламыз о кезде. 7-8 жан боламыз, сонда киім де жетіспейді. Сондықтан әкеміз осындай терден, пұшпақтан чақайғы байпаққа өстіп кигізіп береді. Соныменен осыны киіп, мектепқа барып өстіп жүреміз. Өзінің табиғи, өз үйінен жасалған зауыты деңізші бұл. Өз тапқырлығы, қазақ халқымыздың өз тапқырлығы. Романтизм болып жатқан жаңа соқық аяғынан басалмай жүрген үлкендеріміз көбейді ғой. Романтизм деген дұқпайды ғой. Осы 80 келген шалдар белімізде аяғымыз демейтін. Бізге қарағанда беті қып-қызыл әшейін. Әзір қайсы дегенде біздің балалар бесіктен белі шықпай романтизм болып, аяқ қол ауырып қақсайтын, жылайтын болып жатыр. Енді өзіңізде басқа қандай өнер бар? Басқа енді менде мына музыка жөнінде азырақ хабарым бар. Бұл енді ол кезде музыка үйрену барысында менде ұстаз жоқ. Сондықтан мынау музыканы өзі жас жағымнан бері қолданып келе жатырмын. Бұл енді біз аға қазу халқының арху деген музыкасы, бұны өзім кішкене кезімде осыны жақсы көріп, қолдан жасап, кейін сатып алып үйрендім ғой. Бұл енді қазақтың ән күйіне келе бере ме боласыз ба? Бұл енді қазақтың әндеріне жақсы келеді, бірақ күйге жақсы келмейді. Мұна кері теңшеуде аны домбыраға оқшамайды. Кертеңші болғаннан кейін күйге жақсы келмейді. Toşadı kıraylanıp kuzgu yağı konadı çıraylanıp yelgü yettin çirkin dünya kaladı bir gün oynada ötken ömür kelmeydi
еттің шіркін, дүние қалады бір күн көл бойнай деген ән екен енді. Енді халқымыз айтады, халқың аманда, қартың аманда, ата салтың аман деп. Өздеріңіздей қарттарымыз аман тұрған кезде мінекей халықтың үлкен дәстүрі де аман ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деп ойлаймыз. Бүгін мынау қазақтың байырғы шахайымен, кигіз байпағымен таныстырып, өзіңіз тіпті арху музыкасымен, аспабымен әндетіп, халықтың әнін шырқап жассыз. Сізге көп рахмет айтамыз. Экран алдындағы қымбатты көрермен, мынау сіздердің тамашалап көріп отырғандарыңыз өнердегі жолаушыларыңыздың мынау Күнес ауданы Түрген ауылындағы өнер сапары. Ал енді мынау қазақтың даласы әннен, күйден, сұлулықтан ешқашан кенде болмаған. Өзіңіз енді экран алдындағы көрерменге қандай бір күйді тартып өтпекшісіз? Әшім бабамыздың Алмалы деген күйін шертіп берейін. Алмалы жер аты. Енді Әшім бабамыздың өзінің көп жүріп тұрған жерінің бірі Алмалы. Сол күйді орындап берейін. Ақын ағартушы Шілбек Көбекұлы атамыздың өмірінің негізі осы Түрген топырағында өткен екен. Енді бүгін мінекей ұрпақтардың бастауынан біз ақынның зиратының басына келіп отырмыз. Енді Шілбек Көбекұлы өз кезінде кім болған, қандай өмір сүрген, артына қандай мұраларын тастап кетті, әуелі ұрпақтарының аузынан естейік. Шілбек Көбекұлы 1860 жылы Роталаның өмірзақ қалаған қора деген жерде дүниеге келген. Қанду, Мәнжу, мына Сібе, өнен кейін Мұңғыл тіл жазуларын үйреніп, бірте-бірте өзінің ғылыми қабілетін өсіріп, қоғамдық қабілеттерге ие болып, жұртқа танылып, халыққа танылып, 2009 жылға келіп бекітіп алып, қолында таңба ұстайды. 40-тан астам жерге медресе салғызады. 1936 жылы
Күлес ауданының осы Тасқорған жерінде дүниеден өтеді. Артына қаншалық өлең қалдырды, мұра қалдырды. Осы жағын айта кетсеңіз. Әрі оқымысты, әрі ақын болған адам. Оның үстінде сазгер болған адам. Сонымен Чылбы көптеген өлеңдерді, дастандарды барлыққа келтірді. Бірнеше күй шығарған адам. Сөйтіп, бұл адамның әзірге біз кітабын жинақтап отырмыз. Енді біздің жолаушының қоржында жүрсін, атамыздың өлеңдерінен өзіңіз болсын, ұрпақтары болсын айтып бермей ме, оқып бермей ме? Шылбы атамыздың жас туралы атты өлеңін оқып берейін, айтып берейін. Жас күнде ата-анаңа құлындайсың, жаманат жаман іске ұрынбайсың. 15-те бір отауға ие болып, болдың деп мендей жігіт қырындайсың. Қанжардай қайрап қойған 25 айт бойда асыл жігіт туындайсың. 30-да ойлы болсаң орда бұзып, 40-да күнде қанжар суырмайсың. 50-де 2 жастың дәл ортасы өткені сойға түссе жымыңдайсың. 60-да сақал самай бәрі ағарып, тісіңнің кетік жерін тығындайсың. 70-де жас балаша телік бітіп, жақсы сөз жаман істі ұғынбайсың. 80-де селкілдеген әдет бітіп, ажалға басың безеп шыбындайсың. 90-да толар сақтан сазға түсіп, ақ үрпік балапанша чырылдайсың. 100 жасқа келгенімен дүние бекер, анаңнан енді қайтып туылмайсың. Иман, намаз, ораза, зекетпен қажалдан бөліп, амал қылып ұғынғайсың. Тіршілікте бұл бесеуін ада қылып, көріңе иманыңмен тығылғайсың. Сұрасаң, лей жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай деп әйгілі Таңжарық ақын жырлағандай, мынау байтақ елі Гүлгөнестегі жолаушының бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Осы орайда біз мынау ел іші өнердің кеңесші болған Түрген ауылына шақырған Түрген ауылдық парткомға, Түрген ауылдық халық өкіметіне, осындағы халыққа айрықша рахмет айтамыз. Әр шаңыраққа, әр босаға бақыт тілеп, келесі кездескенше қош аман болыңыздар.